Мен өмірдің қиыншылықтарын да көрдім, қуаныштарын да көрдім, бәрін көрдім. Бәрін айта келгенде мен өзімді бақытты адам деп есептеймін. Қысқа айтайын. Мен 1932 жылы Азербайжанда тудым. Әкем 1936 жылы қайтыс болды. Шешем 9 баламен қайтты. Мен 8-ші балам, кейін 9-шы. 37 жылы, бір жылдан кейін әкеміз жоқ, бізді жер аударды. 2 ай поездбен жүрдік. Әрбір вагонда 5 семья, 4 семья, вагонның ортасында туалет. Соны неге Жамбылға алып келді. Жамбылға алып келгенде ноябрь, қар тізеден. Соны жаңа әлгі грузовой машинаға салып, алып келіп жатыр, қар. Бір жерге төге салды. Вот осында чатыр ма, юрта ма, сол көктемге дейін тұрасыздар. Көктемде үй салып береміз. Көктем болғаннан кейін сол бір жерде, сол маңайда бір өзен өтеді екен. Сол өзен жағасында бізге үй салып берді. Қазақ мектебінде оқыдым. Сосын мектеп бітіргеннен кейін маған айтады, сен оқуға баруға ақың жоқ. Спецперсилен дейтін бәле болды. Ауылдан шығуға ақың жоқ. Сталинге жаза бастады. Оқу керек, және оқу керек. Вот сіздерде солай. Маған жауап келді. Комендант арқылы. Оқуға болады жоғары, тек областың қалаларда. Сол кезде тек Қызылордада пединститут бар, облыстарда. Қазір облыстардың көбісінде медициналық институт бар, политех бар. Сол кезде, бұл 48 жылы, тек Қызылордада педагогик институт бар. Соған барып түсу үшін, соның өзінде де, мен документтерін сол институтқа жіберуім керек, сол институт маған хат келу керек, экзамға жібердік деп. Сол хатпенен өзімнің арызымды комендантқа берем. Комендант ауданға жібереді, аудан облысқа, Алматыға, Алматы Москваға жібереді. Содан қайтып жауап келеді. 49 жылы жауап келді. Оқуға баруға болады. Бірақ августтың уже 24-терінде ме 20-терінде бітіп болған. Дегенмен барайын. Енді сол үлкендерім, ағаларым, мен барып көріп, ең әрі кеткендер қаланы көресің, қала не екенін біліп келесің. Келдім поезд таңертең сағат 5-те поезден түстім. Түсім, маған айтады, автобус, анау деген бұрынғы орталық, Астана бұрынғы, Қызылорда. Автобус деген жоқ, машина деген жоқ. Сіз маған айтты, сен давай таң атсың енді. Сөзің айтамыз, шамадан балайып, жаяу барып институтқа жеттім. Жеткенде маған айтады, сен бала, білесің бе, августта басталады, августтың 30-інде. Мен амалым жоқ айттым. Сол маған рұқсат берді, экзамен тапсырдым. Сол институтта оқыған өзінде де, қаладан шығуға ақым жоқ. Отырдым. Соны бітірдім. Соны мені Шолақтау дейтін жерге мұғалім етіп жіберді. Соғада Пұрықтаудан шығуға ақым жоқ. Тек 56 жылы мұғалімдерді, Қарашай болсын, Грек болсын, Күрт болсын мұғалімдерді учеттан алып тастады. Сол заманда Хрущевтің бір әдеті бар еді. Сталинді сынайды. Бір ежегін тауып алып, сынайды. Сонда бір айтқаны болды. Мұғалімдарға балалар енді келешегіміз. Балаларды оқытуға, тәрбиелеуге сенеміз. Ал бір ауылдан бір ауылға баруға сенбейміз. Бұл дұрыс емес деп мұғалімдер шығарып тастаған. Сон бара салып, мен паспортымды ауыстырып, паспортта штамп бар.
ауылдан шығуға ақысы жоқты. Сол басқа паспорт Москваға басып бардым. Москваға басып бардым аспирантураға түсуге. Ал мұғалім болып жүргенде. Соны жаңағы ғылым дейсіз ғой. Менің өзімен осындай принцип, оны кім үйретті, қай зат болса оны істесең, үлкен деңгеймен істеу керек. Сол мұғалім болып жүргенде, химияның бір темасы бар ғой. Или химияның балалардың алдына келіп уравнение жазасың да, мынау былай. Ал басқаша заводқа алып барып, міне деп. Сол кезде Шолақтауда заводтар болды. Апарып көрсетем, химиясы бар. Көрсетем, ерекше. Соны ерекше болғаннан кейін, бұның мұғалімдердің көбісі білмейтін шығар. Мақала ретінде Москваға жіберем. Москвада химия в школе деген журнал болды. Соған жіберем, басады. Сосын кейде балаларымды үйреттім. Біраз химический эксперименттер үйде өткізуге болады. Тұзбен байланысты, содамен байланысты. Маған ұнап қалды, балаларға ұнайды. Семья и школа дейтін журнал болды. Соған жазам. Шығады, басады. Бұл жаңағы спец переселенец. Сөз біткеннен кейін, 56 жылы шығарғаннан кейін Москваға бардым. Аспирантураға түсуге бардым. Ауылдың баласы, ешқандай характеристика, анау жоқ. Соған түстім. Анда жаңа еңбектердің арқасында түстім. Мұғалім болып жүріп, мақала жазған екен, Москвада шығарған екен деп, әлгі ғылыми несі бар, таланты бар деп түстім. Аспирантураның уақытында бітірдім, қорғадым. Сол кезде бітіргеннен кейін студент болсын, аспирант болсын, жібереді. 3 жылға қайда жібереді, сонда баруым керек. Сөзім айтым, мен қайттан Қазақстанға барамын. Хат алып келді. Сені жұмысқа пәлен институт алады. Ешкім танымаймын. Ауылдан кеткен балам. Сөзім айтым, хат алып келе алмаймын дедім. Онда мені Хабаровқа айдарып жүрді. Хабаров жейтін қалай енді білесіз. Сонда кафедра меңгеруші етіп жүрді. Сонда жүріп, доктор, профессор болып алдым. Сонда жүріп, отличник народного просвещения Российской Федерации деген атақты алды. Доктор, профессор болғаннан кейін, сол кезде жетпейді екен. Мен Новосибирскке шақыра бастады, Ашхабадқа шақыра бастады. Сөйметім жоқ, егер осынан кететін болсам, тек Қазақстанға барамын. Келдім Қазақстанға. Шымкентте сол кезде, Қызылорданың перинстан кейін не ашылды? Казах химико-технологический институт. Сонда бір доктор жоқ. Сон мені шақырып, проректор ғылыми жағындағы проект етіп қойды. Сонда енді істедім 7 жыл. Едім партияның мүшесімін. Мені шақыртты, давай неге барасың? Гурьев, қазіргі Атырау. Сонда академияның бір институт бар, химия мұнай. Институт академияның. Сонда директор ішпеді, Атырауда бұрын Қызылорда келін білем. Амал жоқ партия ретінде, партия жібергеннен кейін бардым. Асқар Ахметович Қонаевтың өзі, сол кезде президент, академияның президенті. Өзі келіп, менің облыс қала басшыларына, олармен таныстырып, ұжымға алып келіп, айтты. Мен ойладым, олар пәленше Помпеза мен алып келгеннен кейін, енді институт жаулайын деп жатыр, мен институттың деңгейін көтеруім керек. Сол 2 жылдан ішінде институт көтердім, көп деңгейге. Не алатын болдық, сыйлықтардың барлығын алады, қызыл байрақ, қандай, мындай. Сол мен неге ауыстырды. Директор болып қалдым да, академияға бас ғылыми секретарь етіп шақырып, неге алды. Мені содан бері Союз құлағаннан кейін
осы академияға Жолдасбек, сол бірінші президент, мені бірінші вице-президент шақырды. 3 жылдан кейін президент Жұмағұлов болды. Бақытжан Тұрсынович белгілі мемлекет қайраткері, ғалым. Давай бірінші вице-президент шақырды. Мен осы кабинетте отырғаныма 25 жыл болды. Енді қайда жүрсем де ғылыми творчестволық мәселе бірінші орында тұрды. Ғалымдар түнде де ойлайды, демалыс күнде ойлайды. Бір ой келсе, оған қуанам, шаршамайым. Қазір айтып жүр ғой, ашық. Неге ғалымдар көп өмір сүреді? Өйткені басы күні түні істейді. Аурулардың бәрі баста. Миымен байланысты. Олардың миы күні түні істейді. Шаршамай. Енді қазір сізге айтайын. 260 өнер тапшылықтарым бар. Орысша айтқанда изобретение, патент. 260. Бұл үлкен сан. 8 ғылыми, жаңадан ашылған ғылыми научный открытие дейді. Бұл енді 50-ден астам кандидат дайындадым. 10-нан астам доктор дайындадым. Сол шәкірттердің. Ал мерде бір Нұрсұлтан Әбіш Назарбаев жіберген, сол хатында былай деп жатты. Орысша айтайын, орысша жазған енді. Оны қазақша. Ваш жизненный путь показывает, что каждый человек любой национальности в нашей родине, в Казахстане, в нашей общей родине, может достичь высоких высот, то есть высот уважения, если он наделен трудолюбием, талантом, знаниями. Енді бұл маған өзі үлкен сыйлықтың өзі. Егер елбасы менің өмір баяным үлгі ретінде сен үлкен деңгейлерге жетесің, білімің болса, еңбеккер болсаң, дарынды болсаң. Бұны енді елбасы, мен өзім айтпаймын, елбасы айтады. Енді бір жағынан мен өте қуаныштымын, бақыттымын. Неге? Қиын өмір болса да, қиын. Үлкен, дарынды, ұлы тұлғалармен жұмыс істедім. Анау үлкен академияда істегенде Асқар Ахмеш Қонаев президент болды. Димаш Ахмеш елбасы болды, мемлекетті басқарды, оксимен қатынасып отырдық. 3 ұлым бар. Кейбіреулер балаларын шет елге жібереді. Ол балалар қайтып келмейді. Ол тұрмақ болашақ программасымен оқуға шет елге жібереді. Қайтып келмейді. Сондайлар. Мен балаларыма айтқам, міне біздің еліміз, мемлекетіміз, отанымыз Қазақстан. Қайда барсаң, сонда қайтып келесің. Мен немеремді 5 жыл бұрын Қазмұнайгаз неге жіберді? Абердин дейтін қала бар, Шотландияда. Абердин. Бұл енді Европаның мұнай жағындағы орталық астанасы. Сонда 5000 айына $5000 айлық берді. Үй берді. 2 қабатты үй берді. 2 жылға барған. 2 жылдан кейін оған айтып, давай қал. Мен айтым, жоқ, қайтып кел, не қыласың? Қайтып келді. Бұл жағынан да мен қуаныштым. Мен балаларым, немерелерім Қазақстанда туылдық, өстік. Қазақстан біздің мемлекетіміз, отанымыз. Қолдан келгенді Қазақстан өнеркәсібіне сіңіру керек, шет елге бару. Бұл жағынан да мен өте қуаныштымын. Әркім ойлайды ғой, бұдан да артық үлес қосатын едім. Мынау болды. Менің енді қиыштарыммен есіп қалғанда,
жалпы жаман емес. Шәкірттерім бар, еңбектерім бар. Олар әлі көпке пайдаланады. Мен кейде балаларыма айтам, жаңа институт бітірген балаларға айтам, сен байлықты қудалама. Үлкен қызметті қудалама, ғылымды. Ғалым боласың ба, жазушы боласың ба. Егер дарынды адам болатын болсаң, бір нәрсені жазып қалдырасың. Ол байлық қалмайды. Ал жазғаның қалады. Мен өзім ойлаймын, менің кітаптарым мында жатыр. Өзім ертең болмасам да кітабым ар жерде жатады. Ол үлкен байлық. Қазақстанның негізгі идеясы неде? Деп осындай мәселе қойылды. Кейбіреулер, журналистер сұрайды, қазақ тілін білу керек. Кейбіреулер әлеуметтік жағдай дейді. Бәріміз бай болуымыз керек. Сөз менен сұрады, мен айтайын халық достығы. Ал айтатын болайық, ертең таңертең тұрамыз, барлығымыз қазақша судай сөйлейміз. Бірақ ана жерде ұрысып жатыр, төлесіп жатыр, қан төгіліп жатыр. Осындай қазақ тілін білу керек бәрімізге. Басқа жерде бәрімізаймыз. Біреудің самолеті бар, біреудің әрқайсының джипі бар. Мұнда қан төгіліп жатыр, мұнда анау. Керек бұндай байлық, керек емес. Ал егер бірлігіміз болса, жүрегіміз бір болса, отанымыз бір болса, сонда қазақ тілінде үйренеміз, байлықта тауып аламыз. Менің ойым осылай жастарыма, балаларыма осы күнге дейін айтып жүрмін. Достық, бірін түсіну, бірлік и патриотизм. Отаныңды сүю. Егер отаныңды сүйсен, қолынан келгенін барлығын істейсің. Даже келмесе де тырысасың. Тырысудың өзі де бір үлес.